Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін кроссан дайындап көрсететін боламын. Осындай үлкен көлемді үлпілдеп тұратын жұп-жұмсақ кроссандар дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады. Ендеше менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін бізге құрғақ ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды, сұйық май, ашытқы, яғни дрожжымызды саламыз. Бір жұмыртқа, бір жұмыртқаның ақ уызы, құмшекер, тұз салуды ұмытпаңыздар. Мен төменге, яғни описание бөліміне құрамдарын толығын бәрін жазып кететін боламын. Барлығын жақсылап араластырамыз да осылай 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Бұл біздің кроссандарымыздың үлкейіп әдемі болып шығу үшін қажет. Енді ұнымызды електен өткізіп, қамырымызды қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илеп шығатын боламыз. Міне менде осындай қамыр дайын болды. Илеп болған қамырымызды 30 немесе 1 сағатқа жылы жерге бетін жауып қалдырып қоямыз, яғни ашығанын, көтерілгенін күтеміз. Міне қамырымыз ашып дайын болды. Осылай көтерілу керек. Енді қамырымызды алып, ұн сеуіп, кішкене бөліктерге бөліп шығамыз. Осылай. Менде 12 бөлік шықты. Негізі 10-12 бөлік жетеді. Енді дайын болған қамырларымызды бір-бірлеп алып жайып шығатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдау ретінде пікір қалдырып қойсаңыздар, өте қуанышты болушы едім. Жайылған қамырымыз осындай көлемде болуы керек, қатты қалыңда емес, және де жұқада емес. Енді дайын болған қамырымызды, яғни жайып алған қамырымыздың үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды қасықтың көмегімен осылай жан-жағына, яғни барлық жеріне тиетіндей етіп жағып шығамыз. Мен 72,5% сары майды қолдандым. Сіздерге де кеңес ретінде айтар едім, 72,5%-дан жоғары сары майды қолдануларыңызды. Өйткені кроссандарымыздың жұп-жұмсақ болуы тікелей осы сары майға да байланысты. Екінші қамырымызды дәл осылай жайып шығамыз да, үстіне сары майымызды, яғни қасықтың көмегімен жағып шығатын боламыз. Мен 12 қамырымды да жайып, үстіңгі қамырды да қойдым. Үстіңгі қамырға май жақпаймыз. Өйткені қамыр жайған кезімізде бізге ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Және де достар, айта кететін жайт, майды ерітуге болмайды, яғни жаңағы жаққан сары майымызды ерітуге болмайды. Егер ерітетін болсаңыздар, қамырымызды жайған кезде барлығы сыртына шығып кететін болады. Міне мен үлкен етіп жайып алдым қамырымды. Бізде үлкен кроссандар болады, сол себепті үлкен етіп жайып алдым. Және де дәл видеодағыдай 3 бұрышты етіп осылай кесіп шығасыздар. Енді дәл осылай видеодағыдай орап шығатын боламыз. Арасына вареный сгущенка, болмаса шоколад қоссаңыздар да болады. Негізі қоспасаңыздар да болады. Қоспасаңыздар да өте дәмді, тәтті болып шығады. Мен арасына еш нәрсе қоспадым. Міне осындай формадағы кроссандарым дайын болды. Енді противенге кроссандарымызды осылай орналастырып, бетін жауып 5 минутқа қалдырамын. Осылай 5-10 минутқа қалдырып қойсаңыздар, тағы да көтеріліп, биік әрі үлпілдек болып шығады. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығатын боламыз. Осы аралықта пешімізді, яғни қыздырып, 180 градуста қыздырып аламыз да, шамамен 20-30 минутта піседі. Енді пештеріңіздің ыңғайына қарай. Міне менде осындай кроссандарым дайын болды. Әрі биік және де үлпілдек, арасы толықтай пісіп, жұп-жұмсақ болып пісіп шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер видеом ұнап жатса, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.